Тие ірі үй жануары. Ол көбіне шөл және шөлейт жерлерде тіршілік етеді. Тиенің өркеші болады. Өркешінде май жиналады. Сондықтан тие ұзақ уақыт сусыз аш жүре алады. Тиенің екі түрі бар. Бір өркешті тие, екі өркешті тие. Тиенің жүні қалың. Оның жүнінен киім, көрпе, текемет жасайды. Тиенің сүтінен шұбат дайындалады. Шұбат пайдалы сусын. Тиенің төлі бота деп аталады. Бота өте сүйкімді болады. Қорытынды, тие төзімді, пайдалы, адамға көп пайдасы бар жануар.